Бүгін біз Қазақстан Халқы Ассамблеясының орнына келген халық кеңесі қандай ұйым екенін, оның нақты қызметі мен мақсатын егжей-тегжейлі талдаймыз. Бұл шынымен де саяси жаңғыруға жасалған қадам ба, әлде биліктің кезекті жаңа құралымы? Негізінен халық кеңесі мемлекет пен қоғам арасындағы диалогты қамтамасыз етуге арналған жаңа конституциялық орган. Оның басты саяси мақсаты жалпы ұлттық консенсус, яғни қоғамдық келісімді қалыптастыру. Егер бұрынғы ассамблея түрлі этностар мен диаспоралардың татулығы идеясына құрылса, жаңа халық кеңесі ұлтқа қарамай, ортақ жауапкершілікке негізделген бір тұтас азаматтық ұлт тұжырымдамасын алға тартады. Бұл органның іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін оның құрамына және құрылу механизміне назар аудару қажет. Кеңес 126 мүшеден тұрады және бұл орындар 3 тең бөлікке бөлінген. Нақтырақ айтсақ, 42 орын этно-мәдени бірлестіктерге берілсе, олардың ықпалы бұрынғыға қарағанда айтарлықтай азайды. Тағы да 42 орын түрлі үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдардың өкілдеріне тиесілі. Ал қалған 42 орын аймақтардың мәслихаттар мен қоғамдық кеңестердің өкілдеріне бекітілген. Бұл жерде бір маңызды жайтты түсіну керек. Халық кеңесінің мүшелерін халық тікелей дауыс беру арқылы сайламайды. Бұл құрам жоғарыдан бекітіледі. Демек, халық кеңесі биліктің ішкі саясатты басқарып, қоғамнан бақыланатын кері байланыс алу үшін құрған президенттік вертикалінің ажырамас бөлігі болып қала береді. Жаңа кеңестің қызметі бұрынғы ассамблеяның өкілеттіктерінен, әсіресе заң шығару билігіне қатысты тұстарында түбегейлі ерекшеленеді. 23 тамызда өтетін бір палаталы парламент, ендігі жерде құрылтай деп аталатын органға сайлау қарсаңында саяси өкілдік архитектурасы толықтай өзгеруде. Халық кеңесі ассамблеяның басты артықшылығынан қағылды. Енді оның парламентте кепілдірілген квотасы жоқ және өз депутаттарын тікелей тағайындай алмайды. Есесіне кеңеске кеңірек, бірақ жанама өкілеттіктер берілді. Мысалы, заң шығару бастамасы құқығы, республикалық референдум өткізу туралы ұсыныс жасау мүмкіндігі және ішкі саясаттың негізгі бағыттарын талқылауға қатысу құқығы. Қарапайым тілмен айтқанда, олар заңдарға парламенттің ішінен емес, сырттан ұсыныс жасау арқылы ықпал етуге тырысады. Осы мәліметтерді сараптай келе, халық кеңесі бұл басқарылатын келісімнің әлдеқайда заманауи формасын құру әрекеті деген қорытынды жасауға болады. Мемлекет азаматтардың талап тілектерін жоғарыға жеткізіп қана қоймай, сонымен бірге биліктің реформаларын халыққа түсіндіріп, оны заңдастыратын бірыңғай алаң құрып отыр. Бұл органның нақты саяси салмағы тек бір ғана нәрсеге, осы 126 креслоға кімдердің отыратынына байланысты болады. Егер ол жерге тәуелсіз қоғам қайраткерлері мен аймақтық нақты белсенділер барса, кеңес азаматтық қоғамның жұмыс істейтін құралына айнала алады.